Исполнится. Хурметли джамагат, дорогие гости, позвольте мне по традиции народов Кавказа, по традиции карачаево-балкарского народа, этот напиток начать с большого тоста. Тост это связан с айраном, связан с дружбой народов, тех, которые сегодня здесь собрались, и те, которые по каким-то причинам не смогли сюда прийти. Я несколько слов скажу на родном языке. Бағалы жамағат, қарнашларым, егешлерім. Я что ли, өсіп келген төлге. Мабу айран аяқны башы көтке шықша, барымызда мабылайға жиылғанланы жүректері бір-біріне ашық болсын. Аллаху Таала бізді миллетні, Карачайын да, Малқарын да бізді айранымыздан ұзақ жылланы айырмасын. Бізді бүйінге бері түрлендірмегенлей, жашатып келген ақ сүтті да Аллаху Таала мабы сүтіні құру бізге болмай саулай миллетлеге жайсын. Бұл айранны игілігі да ашқылығы да олды, ол бізді барымызға да дарманды. Аллаху Таала дарман керекли етмесін, айранымыздан да айырмасын. Аллах саулық еселік берсін барыңызға да бұлайға жиылғанлыға. Қартларымызға Аллах саулық берсін, ұзақ жылғаны алымызда сөйіп, бізге оны өтіп жашарша насып берсін. Біз кесімізді ол жылға жеткенбіз, олай болса да қартма деп айта алмаймыз да. Аллаху Таала сіздің барыңызда терең қартлыққа дері жашатсын. Аллах разы болсын барыңызға да. Уважаемые друзья, я хотел этим сказать, что каждый раз, когда мы поднимаем чашу айрана, мы обращаем внимание на то, что она без крыши обращена в небо. Как она обращена в чистое небо, так наши души должны быть обращены друг к другу с чистыми, открытыми помыслами. Дай Бог, чтобы народы жили в дружбе, братстве, согласии. Спасибо всем. Теперь мы можем дегустировать айран без конца. Спасибо.